біздің бастық Вася қанша жасырасың да бере береді. Бастыққа ризамын ше, аңқау ғой. Иә, алдында подругаларыма қыдырамын деп ақша сұраған ғой, бере салса бола ма? Давай қазір сұрап қой. Иә, шын ақша алып берген. Бірақ қазір әкшілер болса бермейді ғой. Осы сен деймін да, жап-жас болсаң да біраз компанияны басқарасың да. Біз де бір жұмысқа жарармыз. Бүгін киген киімің, шашың, бәрі саған жарасың. Досым, бұл клубқа бару керек еді. Бару керек еді, жақсы ойнайсың ғой сен де. Осынша, әпшесі сошы, сындырып алу керек, бірдеңе. Қаласыңдар шықтыр? Қалай? Шодан не істеп жүрсіңдер? Сау отырған. Барлығың өтіріксіңдер. Есіңдерге көрсетсем әлі. Бұдан кейін бәрің шындықты айтатын боласыңдар. Досым, бүгін PlayStation барып қайтпақ бар. Жарайды, барайық. Менде ақша жоқ, сенде ақша бар ма? Менде ақша бар, бірақ ол маған керек болып қалады. Онда екеуміз мейрамға қарай жарысайық. Мен бірінші жетсем, ақшам теңдей бөліп аламыз. Жарайды. Кеттік онда. Су! Маған да қалдыршы. Өмір осындайсың ғой. Көрдің ма, мен бірінші жеттім. Лоқсың ғой, лоқ. Білесің, бірінші жететінді. Жаңа ақша кән жатсын берім деген әке берді. Ол штука ақша. Сен негізі ше, әкшен сол ше, бағалмай. Сол сен әкшенге олар достау деп айтса, лоқсың, жүрген бі. Туқы. Бастыққа өзінің жұмыскерлерін қандай келесің? Не деген күн ұстақ болып кетті? Бибігүл! Бибігүл! Андай, контёрді қойшы. Мен сон сияқты. Контёрді қойшы, ысып кетіне жер. Контёрді? Оның түк қиындығы жоқ қой? Бибігүл, жер ысып кетті. Контёрді қосшы деді. Енді айтып тұрмын ғой, ана столды қойыңыз, контёрдің толын тығыңыз. Сөйтіңіз да пультті басыңыз, мына жер салқындай. Ол не қиынды бар? Одан артық не қысқары? Алекс, бұл қойшы. Басеке. Яқ, басеке деп отырған отырмын, сіңілім. Сен жасы менен кішкене жайда шығар. Негізі, мына осы зданияда жұмыстар бәрі бар ғой. Сен уважить етпейді. Лоқсың ғой, білесің ба? Сен айтып ақша бөлесің. Ол ақшамыз кішкене бөлігін ғана сол жұмысқа құртамыз да, ары қарай өзімізге аламыз. Мысалға, су қанша тұрады деп ойлайсың? 300 теңге шығар енді. 300, қайдағы ары кетсе 100 теңге тұрады мынау. Көрдің ба, 200 теңге пайдамыз болады. Сосын анау подвалға түспейсің ғой, әрбір айта салайыншы. Анау тура сен манекенің бар да, жұмыстан соң ше, бәріміз барамыз, тас-тұрс ұрып кетеміз, бүткіл ақымызды алып. Деп айтсаң, я? Ойнап атыр ғой, Асеке. Ол жағын Бибігүл асықпай сөйлесек ма? Негізі бар ғой, мен бұл жұмысқа өзім келіп жүрген жоқпын. Папам жұмысқа кір дегеннен кейін папам қолына кіре салдым.
Бұл жұмысқа келіп жүріп бір балаға ғашық болып қалдым да. Сол үшін келіп жүрмін ғой негізі. Айтып қойдым ба, Бибі? Айтып қойдыңыз ғой. Давай былай, сен де айтып қойдың. Мен сені жұмыстан шығармаймын, сен аузыңды жауып, ештеңе айтпайсың. Ешкім ештеңе білмейді. Болды Басеке, бір ауыз сөзіңіз ғой. Кстати, сен кешегі 3-4 видеоны ретке жүр ғой, білесің ба? Көрдің ба? Я көрдім. Қалай шығыпты? Зор шыққан. Кстати, сен осы TikTok'та қалай түсіресің? Көп түсірсең ретке шыға береді екен ғой. Мә, не туралы саласың өзі? Соңғы кезде басымнан өткен жайлы көп салып жүрмін. Онда давайте келесіден бастап екеуміз бірге түсіреміз. Нұрсая, ал осы сенің шашыңа не мәдем болып жүреді? Өзіңе жарасты. Рахмет. Мә, шөлдеп кеттім ше. Мен де су бар. Міне. Маған қалдырасың ғой, мақұл? Иә, қалады ғой. Сен де маған жақпай кеттің. Сен макияжыңды дұрыс шықпай, не қасында қисық сызасың. Сенің шашында өзіне жарасып тұрған жоқ. Ола көрсең, тек киімің маған ұнайды. Кешірші, бірақ бағанағының бәрі рас. Жоқ еш нәрсе етпейді. Өткендегі бастығыңыздың қалай? Ұнап жүр ма саған? Жоқ, қандай ұнаған? Ұнамағаны сен өзің жақсы көріп саған бола келеді екен ғой жұмысқа айтып, сен дым түсінбейді оны. Ой, мен оның жай байлығына бола жүрмін ғой, білесің көзіңді. Су ішесің бе? Ішейік. Не болды? Өткендегі бастық қыз қалай? Ұнап жүр ма саған? Ұнаған да. Сәл сүйкімділігі де бар. Үлкен болса да. Сосын той қашан енді? Қумаш қандай той? Қалай фура заказ бере берейін ба? Балдар шақырып. Өй, ойнамай. Кетші. Тек шындық айтып өмір сүру мүмкін емес екен ғой.